Түркменстан президенті бізді өзінің жаңа үкімдерімен таң қалдырудан жалықпайды. Жаңа үкімге орай жасы 40-тан асқан шенеуніктердің шашы ақ болу тиіс. Қара түске бояуға болмайды екен. Егер де шенеуніктердің шаштары ағармаған болса, оны міндетті түрде аққа бояу тиіс. Себебі 2018 жылдың тамыз айынан бастап президенттің шашы ағара бастаған. Ал одан бұрын халық президентін қартаймайды деп ойлаған. Кейінгі кездер Түркістан облысының ауыл әкімдері өздерінің ерекшеліктерімен көзге түсуде. Тұрысбеков ауылының әкімі жұмыс орнында карта ойнаған үшін жұмыстан қуылды. Бекер қудыңыздар деп ойлаймын. Мүмкін ол кісі карта ойнап жергілікті бюджетті толтырып отырған шығар. Мүмкін ұтып алған ақшасына мектеп немесе балабақша салып, халықтың жағдайын көтерем деп отырған шығар. Қайдан білесіз? Мәселені шешуге болатын еді ғой, сразу жұмыстан босата салмай. Мына беспредел бітпейді Қазақстанда. Жұмыстан қуу оп-оңай. Луиджи, пожалуйста, скажите мне, сколько денег на моем счету? Вы не помните? Вы все сняли сегодня утром. У вас нет ни лиры. 3 миллиарда 8 миллионов? Я думал больше. Какие миллиарды? Туз, у вас нет ни лиры. Ставлю 3 миллиарда 8 миллионов. Өткен жылы біз пара алмаймыз атты видеомен біраз хайп жинаған Түркістан облысы Ескихан ауылы әкімі пара алып ұсталды. Мен Ескихан ауыл әкімі Хасан Муслимов, мен пара алмаймын. Елімізде коронавируспен күресуге 3,5 миллиард теңге бөлінді. Әй, жайрақ жеңдер, әй, қақалып қалма. Немне бөліп тоймайтын бәлесіңдер. Неше рет айтам студияға келіп, тамақ жемеңдер деп. Ойбай! Ашпыз! Ек күн болды тамақ ішпегенімізге, ойбай! 10 күн екен ғой. Австралияда бір кафеде егер телефон қолданбай отырсаңыз, есебіңізге 10% жеңілдік келеді екен. Шіркін, елімізде осы қолданылса ғой. Жоқ, мүмкін емес. Бізде бір кафеге бардың ба, ол жерден селфисіз тұруға болмайды. Жеген турецкий завтрагыңды барлығы көру керек. Бір жерге бардың, телефон қолданба деді. Ол кафені жаптырып тастайды, жаптырып. Мыш. Бір аңыз бойынша әулие Валентин деген кісі патшаның рұқсатынсыз адамдарға неке қиған. Бұны естіген патша ашуланып оны дарға асқан. Сол күннен бастап тойланып келе жатқан 14 ақпан әулие Валентин күні негіз бізге ешқандай қатысы жоқ. Яғни тойламай қойсаңыз да ештеңе болмайды. Оның үстіне сүйіктіңізге тосын сый жасау үшін міндетті түрде белгілі бір мерекені күту қажет емес секілді. Қазақстандықтардың орташа айлық жалақысы 204 мың теңгені құраса, ал алматылықтардың орташа айлық жалақысы 248 мың теңге екен. Қызық, сонда 130 мың теңгем қайда кетті менің? Құда, сенде қанша бала-шаға бар? 5-еу ғой! 21 мың қайда, 21 мың қайда, 21 мың қайда, 21 мың қайда. Айлық дәу болады дейді ғой! Коронавирус шыққалы елімізде коронавирустың емшілері де көбейіп кетті. Бұлай жасайық. Барлығыңыз бір жерге жиналыңыздар. Қытайдың президентін шақырып, сол жерден сіздерді алдыртайық. Ал ол жаққа барғаннан кейін емді тауып қайтып келу де, емді таппай сол жақта қалу да өздеріңіздің қолдарыңызда. Киноиндустрияның көптен күткен Оскар жүлделері иегерлері мәлім болды. And the Oscar goes to Slumdog Millionaire, An American in Paris, Platoon, Birdman, Chariots of Fire, Driving Miss Daisy, Forrest Gump. Ең қызығы да өзіміздің азиялықтардың бағы жанды. Оңтүстік кореялықтар түсірген «Паразиттер» фильмі тарихи оқиғаға қол қойып, 4 бірдей категорияда Оскарды қанжығасына байлады. and the Oscar goes to Parasite.
Оны көрген біздің актерлер, батыста азиялық актерлер мода болып жатыр деп чемодандан жинап, сапарға асыға дайындалып кетті. Я улетаю сегодня вечером. Где мой чемодан? В Лос-Анджелес. Где мой чемодан? Там паразиты 4 Оскара выиграли. Там сейчас азиаты в моде. Азиаты в моде. Орныма басқа диктор, басқа сценарист табыңыздар. Еще бір айлық төлемейді ғой. Мен кеттім Оскар алуға.